Сәлем, everybody. Мына Алматы қаласына командировкамен постоянно барып тұрамын. И осы қыста Алматыға барып аэропорттан түстім. Жаңағы компанияның машинасы келіп алып кетті. Отель Шератон деген отельге апарып жайғастырды. Сағат примерно кешкі уақыт, примерно 9 болған шығар. Барып жуынып алып, жаңа тамақтанып алып жатыр едім. Сағат примерно 10 болды кешкі. И біреу есік қағады. Ашсам, жаңа қарама қарсы комнатта тұратын қызылордалық коллегам екен. Ол да жаңа семинарға, совещанияға келген. Мен сияқты ғой, енді мен Оралдан келіп тұрмын, ол Қызылордадан келіп тұр. Екеуміз амандасып, жаңағы жан-жақты мән-жайды сұрағаннан кейін маған айтады жаңа қызылордалық коллегам. Мына отель деген немен знаменитый екенін білесің бе дейді. Мен айтам, жоқ десем, бұл отельда постоянно иностранный проституткалар жүреді дейді. Мен айтам, да? Білмеппін оны десем. Мен жаңа өзім дейді, сағат 6-да келдім, сағат 7-де төменге түсіп барып қарап келіп едім. Төменге 3 орыс қыз тұр дейді, жаңағы иностранка дейді. Екатеринбург қаласынан келген, и 3 узбечка тұр дейді. Мен айтам, енді тұрса тұрсын енді. Ертең таңертең семинар, совещание демалайық. И то өзбечканы да, россиянканы да, сен Қызылордада да бар сенде, и бізде Оралда да бар. Ол бір какой-то жаңалық емес қой. Одан да демалайық, ұйықтайық дедім. Сосын айтады, мен саған и то ары қарай айтайын. Мына жолдың арғы бетінде дейді, 3 филиппинка тұр дейді, и 2 африканка бар дейді. Мен айтам, африканка дейсің бе? 2 африканка. Кеттік. И семинар деп жатыр едің ғой. Кеттік. Өзім кішкене ағылшынша сөйлеймін. Ағылшынша сөйлегесін жаңа төменге түстік. Барсақ, шынымен де 3 филиппинка тұр, 2 африканка тұр. Қара негрлар ғой. Біздерде енді Оралда ондайды көрмеген енді. Біздерге экзотика ғой. Қызылордалық жігітке де, маған да экзотика кәдімгі. Бұндай шансты упустить етіп алмайық деп енді келіп тұрық қой. Сосын жаңағы африканкаға барып сұраймын ғой. Баған қанша десем, 30 мың дейді сағатына. Сөйтіп, екеуміз ғой енді Қызылордалық бар қасымда. Екеуміз жаңағы екеуін 20 мыңға көндірдік. 20 мыңнан. И алып кеттік қой. Жаңағы ол өзінің комнатасына кіріп кетті, қарама қарсы. Мен бір африканкамен өзімнің комнатыма кіріп кеттім. И ана африканка комнатқа кірісімен тек аяғын шешті де, ваннаға қарай кіріп кетті. Мен ана диванға барып отырдым. И ваннадан бір кезде шықты ғой. Шыққанда тек қана мынандай бір орамалды бүйтіп оранып алған болды. И тап бүйтіп жайлап қасыма келді де, мен де бүйтіп тұрдым. И расстояние мынандай уже. Алды да бүйтіп орамалды шешіп сады ғой бүйтіп. Дым жоқ қой үстінде. Енді бұл жерде описаниені айтатын болсам, мына негритянка қыздың қасында, мына Николь Шерзингер, мына Риана, әппақ қой, әппақ. Ананың денесінің қаралығы бар ғой, кәдімгі қараның қарасы ғой, қап-қара кәдімгі, тастай қараңғы ғой, қап-қара кәдімгі. И бұлай жақындай берген сайын бар ғой, ананың қара денесіне бар ғой, бір түрлі бүйтіп бір, білмеймін, желкеніп кеттім, шыны керек, анау бір түрлі екен, өмірі ондай көрмеген, бір түрлі анандай бір жуынбай, бір жыл бойы жуынбай жүрген адамның қасына келіп бүйтіп жақындап жатқан сияқты бір чувствоға тап болады екенсің. Білмеймін, қалғандары қалай екен білмеймін, өзім сондай чувство болды. Анаға бүйтіп жақындай бердім де, и сосын айтып, no, стоп дедім. Ана айтады, what's problem? Мен айтам, қазір мен туалетке барып келейінші дедім де, туалетке бардым, ваннаның алдында тұрмын бүйтіп. Давай, соберись, бұл деген сенің шансың ғой. Оралда бұндай таба алмайсың енді. Давай ал, деп қайтып шықтым бүйтіп. Шықтым да, шықсам, диванда жатыр екен. И қасына барып жаңағы опять-таки жақындай бердім де, и опять-таки жаңағы мысльдар келіп жатыр, ананың денесін көріп.
не болғанда да ақыры жақындай алмадым. Мынау дедім. Тұршы дедім. Тұрды. Бүйттім де жаңағы қалтама салдым да 20 мың теңгені алып шықтым да айттым, 20 мың нетші баса бер бар дедім. Ол айтады, жоқ, мен баса бере алмаймын. Мен отрабатывать етуім керек обязательно. Кел, хотя бы біреу жасап саяқ деп маған қарай бүйтіп жақындап келатыр. Мен айтам, стоп, тұршы сол жерде, тұршы десем, қоймайды, жақындап келатыр. Мен кәдімгідей шын айтайын, бүйтіп қаштым анадан. Жақындамашы, мә дедім, қалтамнан тағы бір 5 мың теңгені алып шықтым. Мә. Бәрі жасалды деп ойлашы, мә. Маған жақындамашы дедім. 5 мың бердім тағы, 25 мың. Ол айтады, what's problem? Не болып тұр саған дейді. Мен айтам, енді денең қап-қара, маған не үйлесе алмай тұрмын деп айту деген маған біртүрлі енді. Мен сосын не айтарым білмедім де айттым, мен геймін дей салдым. Ол да strange дейді, жаңа странно дейді. Содан жаңағы бір кезде айтам, бар енді бара бер десем, айтады маған, мен бара бере алмаймын дейді. Өйткені қазір ерте шығып кетсем дейді, біздің смотрящийлар бар, и солар ойлайды дейді. Біздер деген барып, жаңағы клиенттің басын айналдырып, жұмыс жасамай ақшасын алып кетеміз деп ойлайды. Сол себептен маған деген ерте кетуге болмайды дейді. Мен айтам, онда ерте кетпесең, онда давай отыр, онда кел, шай ішейік дедім. Сөйтіп, екеуміз отырып алып шай іштік. Сосын жаңа шай ішіп отырып сұраймын ғой жаңағы. Қалай бұл проституцияға қашан келдің, қай уақытта келдің, өзің қай жақтансың деп. Өзім Кенияданмын дейді. Проституцияға 16 жасымда келдім дейді. Жаңағы қала столицасының қасында кішкентай ауылда тұрдық. Семьяда 14 бала болдық дейді. 14. Оның 5-еуі бала, 9-ымыз қыз болдық дейді. Оның 5-еуі осы проститутка жолына түстік. Оның 3-еуі спидтан қайтыс болды дейді. Қазіргі мына қасымда жаңа параллельный комнатқа кіріп кеткен менің родной сестренкам дейді. Содан жаңағы мен сұраймын енді, проституткаға қалай келдің енді, жолың қалай болды бұл десем, ауылда жаңағы школды бітіргеннен кейін столицаға келдім дейді, қаланың, Кенияның орталығына, столицасына. Оқуға түстім дейді келіп. Онымен грантқа түсе алмадым, платныйға түстім. И платныйға оқуға маған ешкім көмектесетін ешкім болмаған жоқ. И сосын өзім ақшаны өзім таптым дейді. И жаңағы таңертең студент болдым, кешке проститутка болдым. Сөйтіп, полностью оқуымды төлеп тастадым. Оқуымды, жаңағы жоғарғы оқу орнын бітіріп шықтым дейді осылай. И жоғарғы оқу орнын бітіргеннен кейін профессиямен жұмысқа кірдім дейді. Мен айтам, қандай профессиямен жұмысқа кірдім десем, бастауыш сынып мұғалімі болып жұмысқа кірдім дейді. Сөйтіп, содан 2 жыл бастауыш класс мұғалімі болып 2 жыл жұмыс істедім дейді. Таңертең бастауыш класс мұғалімімін, кеште проституткамын дейді. Мен айтам, қалай сонда енді мұғалім болғаннан кейін жаңа мына проституцияңды қоймадың ба десем, жоқ, бізде былай дейді. Бастауыш класс мұғалімінің зарплаты айына $40 дейді. Жылдық табысымыз мұғалімдікпен $500 табасың дейді жылына. Ал проституциямен мен бір айда $500 табам дейді. Сонда қалай сіздерде, сағаты қандай? Проституцияның бір сағатына қанша төлейді десем, местныйларға $2-3 дейді, $2-3. Ал иностранцтарға $5 примерно дейді. Сөйтіп, таңертең мұғалім, кеште проститутка болып жүрдім дейді. Мен айтам, енді Алматыға қалай келіп қалдың десем, Алматыға бір сол жерде бір иностранцпен бір болдым дейді. И иностранц маған айтты дейді, біздің елге жүрсең, сағаты бізде деді $50-70 деп айтты дейді. Сөйтіп, соған қызығып, сол иностранцпен сестренкам екеуміз бірге кетіп қалдық дейді. Ол иностранц украинец болып шықты, біздер Киевқа келдік дейді, Киев қаласына. И сөйтіп Киевке келіп, обосноваться еткеннен кейін уже бастаймыз ба деп атқанда, соғыс басылып кетті дейді. И соғыс басылып кеткесін жаңағы жігіт Алматыға кетіп қалды, и бізді бірге алып кетті дейді. Сөйтіп, содан бері біз осы Алматыда жүрміз дейді. Мен айтам,
историяларың күшті екен. Неше бір кезде маған қарап айтады, міне әлі 10 минуттай уақыт бар, мүмкін бір партия жасап тастармыз дейді. Мен деген все равно не привыкла дейді, жаңағы ақшаны бұлай алып кетуге дейді. Мен айтам, no дедім. Жаңағы 3 сестренкасының спидтан өліп қалғанын естігеннен кейін вообще апатия болып кетті ғой. No дедім ғой. Сөйтіп, 1 сағат болды. 1 сағаттан кейін шығып кетті. Былай алғанда негр қызбен 1 сағат шай ішкеніме 25 000 теңге төледім ғой. Сөйтіп ол шығып кеткеннен кейін бір 15 минуттан кейін жаңа қызылордалық коллегам кіріп келді. Маған айтады, қалай дейді. Мен айтам, нормально. Өзің қалай? Мына негрлар деген вообще зверь екен ғой. 5 партия жасадық қой, 5 партия дейді. Сен неше партия жасадың дейді. Мен айтам, мен дейсің бе? Жаңа 5 кәше шай ішкенім бар еді. Мен де 5 партия жасадым дедім. Жаңа айтады, енді әбден қандық, шаршадық, давай не? Жатайын, мен кетейін дейді. Мен айтам, тоқташ, не ғой? Жатқанда былай ғой енді. Мүмкін жаңа төменде филиппинкалар болды ғой, соларға барып қайтармыз деймін. Ол айтады, қалай филиппинкалар дейсің? Менде уже деген сперма қалған жоқ, күште қалған жоқ уже. Желание да жоқ уже. Сенде қалай болып тұр әлі 5 партиядан кейін? Дейді, мен айтам, болып тұр енді, барасың ба дедім. Сен зверь екенсің, бірақ енді мен бара алмаймын дейді. Жақсы деп өзім кетіп қалдым, төменге түстім. Төменге түссем, жаңа 2 африканка тұр екен, қасында 3 филиппинка тұр. Филиппинкаларға бардым, қасына жаңа біреуінен барып сұрайым. Қанша десем, филиппинка айтады, 10 000 теңге дейді сағаты. Мен айтам, қалай 10 000, ана негрлар деген 30 000 сұрады ғой жаңа десем. Олар солай, олардың ценалары қымбат. Өйткені бүкіл адамдар дейді, осы негрларды просто попробовать ету үшін, экзотиканы попробовать ету үшін алады, бұлар соны пайдаланып, біліп, соны бағасын қымбаттатып қойған. Дейді, бұлай алғанда енді мен де сол экзотика үшін бардық қой, енді біздерде негрға. Сөйтіп мен ана филиппинкаларға айтам, точно 10 000 ба? 10 000. Алдым да бүйтіп қалдым, 30 000 шығардым. Давай, үшеуміз кеттік дедім бірге. Сөйтіп, үшеуінде алып кеттім. Үшеуінде алып комнатыма кіріп атсам, параллельный комнаттан жаңағы Қызылордадағы коллегам шығып бүйтіп қарап тұр. Маған айтып, үшеу, жаңа 5 партия жасап шықтың. Еще мына үшеумен кіріп баратсың ба? Кто ты, воин дейді. Бүгінше осы. Жақсы көңілге менен лайк, шер, коммент сізден. Сау.